Сәлем достар, сіздермен Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі өте әдемі болып шығатын, миксерсіз дайындалатын шоколадты печенье рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа сары майды салып венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне қант ұнтағын және де кішкене тұз, ванильді қант қосамыз. Қант ұнтағының орнына қантты да салуға болады. Үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне какаоны ұнды електен өткізіп қосамыз. Үстіне бір қасық қопсытқыш қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне біздің печеньеміздің қамыры осындай болады. Енді үлкен қасықпен пергамент қағазына қамырды салып шығамыз. Арасын алшақ қоямыз, себебі піскен соң печеньеміздің көлемі үлкейеді. Печеньеміздің формасы әдемі болып шығу үшін мен қолымды кішкене сулап алдым. Осылай печеньем бетін басып шықтым. Енді қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын. Енді осы печеньелерді әсемдеп шығамыз, ол міндетті емес. Осылайда біздің печеньеміз өте дәмді. Алдымен печеньемізді ерітілген ақ шоколадқа кішкене жан жағын батырып аламыз, сосын кокос жаңқасына батырамыз. Міне осындай әдемі әрі өте ерекше болып шығады. Барлық печеньелерді тура осылай жасап шығамыз. Бұл печенье сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер достар. Міне біздің шоколадты печеньеміз дайын, өте әдемі әрі ерекше болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айғаным. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар.